Фильмде литвалық снайпер қызды көреміз. Ол окопта жасырынып аңдуда жатады. Оянған соң, мылтығының ұңғысын сыртқа шығарып нысанасына көздейді. Оғы тигеніне көз жеткізген соң, ол гильзаны алып кетіп қалады. Кейінгі кадрда бұрынғы теңіз жаяу әскері және снайпер Ливиді көреміз. Ол ұйқысыздықтан азап шегіп түнгі қалада қыдырады. Таң атқанша теңіз жағасында отырып, блокнотына бірдеңе жазады. Бір күні телефонына әскери базаға келуі керектігі туралы хабарлама келеді. Базада Ливи жұмбақ әйел Бартоломеймен кездеседі. Оның әскери шендері жоқ, бірақ кісі өлтірумен айналысатыны сезіледі. Ливиді психиатр қызметтен шеттеткен, себебі ол өмірдің мәнін жоғалтқан. Әйел оған жаңа тапсырма ұсынады. Дара үйіне барып, анасының зиратына зиярат етеді және науқас әкесін көреді. Ол соңғы миссиясы туралы айтып, сақтап жүрген гильзаны әкесіне береді. Әкесі өзінің ауыр науқас екенін қызына айтады. Дара әкесімен сол жерде қоштасады. Ливи есін жиғанда өзін тікұшақта көреді. Әйел ұшқыш оның жеке басын растаған соң, оны 38 шақырым жерге жаяу жүруге мәжбүрлейді. Парашют киіп, теңіз жаяу әскері бұйрықты орындайды. Ол әдемі таулар арқылы жүріп, қою тұман басқан ұзын шатқалға жетеді. Сол жерде оны әріптесі Жет қарсы алады. Жет шатқалда автономды бақылау бекеттері барын, ал қауіпсіздік жүйесі істен шықса, кезбей протоколы іске қосылатынын айтады. Шатқал түбінде қуыс адамдар бар деген аңыз бар, оларды оқшаулау үшін Батыс пен КСРО құпия келісім жасаған. Жет бұл жерде тозаққа апаратын өткел бар деп ойлайды, және Ливиге абай болуды ескертеді. Бірақ Жет эвакуация нүктесіне жеткенде, оны күтіп тұрғанда оққа ұшады. Бұл туралы Бартоломейге баяндалады. Қазан айында Ливи өзінің міндеттерін тиянақты орындайды. Оқшауланған өмірге үйрене бастайды. Кітапханадағы ескі кітаптарды оқып, қабырғада алдыңғы бақылаушылардың жазып кеткен дәйек сөздерін табады. Бір күні ол бинокль арқылы шатқалдың арғы жағында әдемі қызды байқайды. Түнде найзағай кезінде Ливи посттравматикалық синдромның шабуылына ұшырайды. Шошып оянғанда су стаканын сындырып аяғын жарақаттайды. Жарасын таңып жатқанда кенеттен бір оғаш нәрсені байқайды. Қарама-қарсы мұнарадағы жарық өшпейді демек, әріптесінде де ұйқы жоқ. Қараша ай келеді. Дара туған күнін атап өтеді, шампан мен тортты дайындап өзіне сергіздейді. Ол Ливидің назарын аудару үшін аспанға оқ атып қағазға жазып көрсетеді. Дүрбі арқылы оқыған Ливи байланысқа түсуге тыйым салынғанын айтады. Ол картоптан жасалған самогон алып, оның денсаулығы үшін тост көтереді. Мерекелік кеш әңгімемен жалғасады. Дара музыка қосуды өтінеді және Ливиден снайперлік шеберлігін көрсетуін сұрайды. Ол Ливидің шын аяғын дәл көздеп атып түсіреді. Жауап ретінде Ливи бөтелкені атып құлатады. Дара ойынды қиындатып бөтелкенің бірін басына қойып тұрады. Кенет ол әріптесінің мұнарасының астында автоматты прожекторлар қосылғанын байқайды. Ливи дүрбімен қарағанда сұмдық тіршілік иелерін көреді. Ол дереу оларға оқ жаудырады. Артынша аспалы мина іске қосылып, шабуылдаушылардың бір бөлігін жарып жібереді. Дара да ірі калибрлі пулеметін іске қосып оқ жаудырады. Екеуі құбыжықтарды жойып болған кезде, Дараның балконына дәл сондай мақұлықтар шығып келе жатыр. Ал Ливи пулеметтен оқ атып оған көмектеседі. Кезекті жарылыста Дараның иығына жарықшақ тиеді. Кейін автоматты турельдер іске қосылып, сайдан шыққан жаратылыстардың шабуылы басылады. Желтоқсанда Ливи мұнара маңындағы ағашқа шамдарды іліп, Дараны католиктік Рождество мерекесімен құттықтайды. Екеуі бір ай бойы қардан бір-бірінің мүсінін жасап, шахмат ойнап уақытты бірге өткізеді. 14 ақпанда Дара қайғыға батады, дәл осы күні оның әкесі өмірден өткен еді. Ол Ливиге қасыңда болғым келеді деп жазып жібереді. Ол арсеналдан гранатомет снарядын алып, ішінен оқ дәріні шығарады. Мұнара ауласында ұзын арқанды шешіп, бір ұшын өзіне, екіншісін снарядқа байлайды. Артынша гранатометтен атып, арқанды шығыс мұнараға қарай бағыттайды. Снарядтан шыққан өртті өшірген Дара арқанды ағашқа бекітеді. Ливи оған кешкі асқа барамын деп жазады. Ол дала гүлдерінен кішкентай букет жасап, карабинді белбеуіне іледі. Содан кейін ол арқанға жабысып, екпін алып, қарсы мұнараға қарай сырғиды. Ливи арқанмен сырғып келе жатып, ортада тұрып қалады.
Ол өз күшімен мұнараға жетіп Дарамен кездеседі. Дара қоян етінен пирог дайындап, оны кешкі асқа шақырады. Дара оған әкесінің өмірден өткені туралы айтады. Кешпей мен жақындыққа ұласады. Таңертең Леви өз бекетіне қайту үшін жолға шығады. Бірақ сол сәтте құбыжықтар мұнараға шабуыл жасап, минаны жарып жібереді. Жарылыстан арқан үзіліп, Леви тұманға құлайды. Соңғы сәтте парашютін ашып үлгереді, бірақ ағашқа ілініп қалады. Дара оны құтқару үшін парашютін киіп артынан секіреді, бірақ өзенге түскенде өрмелеу құралы түсіп қалады. Леви ағашта ілініп қалған кезде оған мутант құрт шабуыл жасайды. Кейін Дара жетіп келіп, құбыжықты атып, оны құтқарады. Екеуі тұманды орман арқылы бекетке жетуге тырысады, бірақ қылыш ұстаған құбыжық аттылар оларға шабуыл жасайды. Леви олардың 80-ші жыл бұрын жоғалған сарбаздар екенін түсінеді. Орман арқылы жүріп, олар ескі әскери базаға тап болады. Леви мен Дара жер сілкінісінен жарылған тастардың арасынан өтіп шіркеуге кіреді. Онда ұшып өлген адамдардың сүйектерін көреді. Бірақ кенеттен оларға бас сүйектен шыққан өрмекшілер мен қуыс адамдар шабуылдайды. Бақылаушылар гранатамен қабырғаны жарып қашып кетеді. Олар жасырын әскери бункерге кіріп, ішінде ескі зертхананы табады. Генераторды іске қосып, 1946 жылғы кинопленканы көреді. Онда Батыс пен Кеңес одағы атом бомбасы қуатындағы биохимиялық қару жасаған. Алайда жер сілкінісінен кейін вирус ауаға тарап, бәрін мутантқа айналдырғаны баяндалады. Вирус жұқтырмау үшін бірнеше сағат ішінде бұл жерден кету керек деген. Дрондармен жаңа зерттеу жабдықтарын көріп, Леви мұнда 2000-ші жылдары Қараңғы көл компаниясы тәжірибелер жүргізгенін көреді. Сондай-ақ қауіпсіздік бұзылғанда ядролық бомба іске қосылатынын түсінді. Олар бункерден шығып келе жатқанда құбыжықтар Дараның сөмкесін алып, оны тұзаққа түсіреді. Аттылы құбыжық қызды сүйреп әкетеді. Леви оны құтқару үшін артынан қуып, шахтаға түседі. Дара байлаулы, ал құбыжық оны күзетіп тұр. Бірақ Леви дәл көздеп оны атып өлтіреді. Олар сыртқа шыққанда химиялық заттардың төгілгенін көріп, осыдан мутация басталғанын түсінеді. Сол жердегі гараждан ескі джип тауып, орман бойымен жүріп өтеді. Джипті қабырғаға өрмелеу үшін жүкшығар ретінде қолданады. Дара құбыжықтармен атысып, Леви тросты бекітеді. Джип қабырғаға көтеріле бастағанда құбыжықтар арқанмен өрмелейді. Леви жардың шетінде ілініп тұрған күйі бензин құтысын тесіп жібереді. Жанармай денесіне төгілген бойда ол оны дабыл ракетасымен тұтатып жібереді. Жанармай оталған сәтте жіп байланған көлікте отқа оранады. Осы сәтті пайдаланып өз күштерімен жоғары өрмелейді. Жоғарыға шыққан соң Леви Дараның жарасын таңады. Екеуі алдағы жағдайды талқылай келе, бұл миссиядан кейін өздерінің жойылатынын түсінеді. Дара қашып кетуді ұсынады, бірақ Леви бұның ештеңені шешпейтінін айтады. Олардың орнын басқа адамдар басады, ал қауіпті індет бәрібір қала береді. Мұның алдын алу үшін ол шатқалды жою керек деп шешеді. Леви арқан мылтығын пайдаланып, шатқалдың екінші жағына өтіп, белгіленген байланыс уақытына дейін орнына оралады. Бартоломей Левиге шығыс бақылаушысын жоюды бұйырады, бірақ ол бас тартады. Мұны түсінген әйел арнайы топты жинайды. Келесі күні Леви мен Дара шатқалдың екі жағында антенналар арасынан арқан тартып жатқанда, кенеттен мұнараға қарай ұшып келе жатқан тікұшақты байқайды. Олар дереу қашуға кіріседі. Осы уақытта Бартоломей бастаған топ батыс бекетіне жетеді. Әйел дрондармен қашқындарды іздеуді бұйырады. Тау ішінде жүгіріп келе жатқан екеуін пулеметтермен қаруланған дрондар ата бастайды. Атқылау барысында Левидің аяғына ағаш діңгегі құлап, оны ақсаңдатып жібереді. Бірақ ол екі дронды атып түсіреді, ал Дара дәл көздеп қалған екеуін жояды. Осы уақытта Бартоломей кітап сөресінің артынан құпия жазбаны табады. Онда Будданың күнді, айды және ақиқатты ұзақ уақыт жасыра алмайсың деген сөзі жазылған. Сол сәтте екеуі антенналарға орнатылған жарылғыш заттарға оқ атып, жарылыс тізбегін іске қосады. Жарылыстан кейін әуе дабылы іске қосылады. Бартоломей жалдамалы жасақтармен тікұшаққа мініп үлгереді. Шатқалдағы құпия зертханадағы ядролық бомба жарылып, мутацияланған індеттің барлық ошақтарын жояды. Жарылыс Левиді тасқа соғып, өзенге лақтырып жібереді. Ал бұл уақытта қашықтыққа барып үлгерген Дара артына бұрылып, жалындаған от теңізіне қарап тұрады. Ол жақын маңдағы үңгірге барып, Левидің берген хатын ашады.
Ақыры үмітін үзген қыз Францияға аттанып қарапайым даяшы болып жұмыс істейді. Күндердің күнінде ол бір үстелге тапсырыс әкеліп жатқанда, көрші үстелде отырған Левиді байқап қалады. Екеуі құшақтасып табысады. Осылайша фильм аяқталады.